Сол Тоқаевтың сөзінен айтайын, құрылтайда айтып отыр еді ғой, атаулары бойынша. Сөйтіп мына аштықты ұйымдастырған адамдарды біз ұлықтамау керекпіз, олардың аттарын алып тастау керекпіз деген сияқты қылып келтірді ғой. Енді Алматыда, Астанада, Қазақстанның қандай бір ірі қалаларын алсан, осы бір голодоморды ұйымдастырған адамдардың көшелері, солардың атаулары тұр. Расымен ол біздің ұлттық құндылықты төмен түсіріп бір мазақ қылатындай нәрсе. Енді атауларға көшетін кезде халықтың ойымен санасу керек дейді. Енді қорқып тұр ғой негізі, шыны керек. Біремізден қорқатын. Осындай мәселелер дұрыс, бірақ көп мәселелер дұрыс айта алмаған, анық. Әсіресе қымбатшылдық туралы болып жатқан мәселелер мүлдем қозғалмады десек болады сол құрылтайда. Енді бұған бір жазыпты бір жігіт, айтады, мынандай челлендж бастасайшы дейді. Яғни Тоқаевтың инстаграмы мен жаңағыдай тиктогі болсын, Ақорданың тиктогі болсын, содан бәріміз подписка жасап, жаңағыдай жалоба жасап, банға жіберейік оны дейді. Осы туралы не дейсіздер? Жақсы челлендж ба, жалпы ойларыңыз қандай? Жазып кетіңіз.